Баршаларыңызға қайырлы кеш. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет осы уақытқа дейін. Бірақ та сіздердің үміттеріңізді біз ақтамадық, өкінішке орай. Айда сторисіне барлығын салып айтқан екен. Негізі менің де айтпаған нәрселерім, айтпайтын нәрселерім де өте көп. Бірақ та мен ескі жараның бетін тырнамаймын, қазбаламаймын. Болар іс болды. Қазір оны айтып шығарғаннан біреуді жаман атты қылып, болмаса ол мен өз айтқандай. Ал мен жақындарым барлығы ауылда болғаннан кейін Алматыда пока что маған жасайтын ештеңе жоқ. Өйткені пока пландарым жоқ. Өйткені ажырасам деп ойлаған жоқпын. Енді пока что ауылға көшіп жатырмын міне. Вот Тоқа көмектесіп жатыр маған. Тамақшы. Все, тамақшы боламыз да дальше жалғастырамыз. Солай. Алла бұйырса достар, қайырлы кеш. Біздің тойымыз басталайын деп жатыр. Қазір күшті көңіл күйдеміз. Өзімше болып киініп алғаным бар енді мына жақта. Менің жомышқам отыр міне. Ямай. Не деген әдем болып кеткесің ей? Артында екі қыз айтсай. Артында екі қыз, Оққағарларым. Оққағарлар. Өшім осындай. Хам екеуміздің ортамыздағы перепискаларда барлығын шығарам. Қай күннен бастап уже ұрыс бастадық. Қайып деп жатқандарға айтарым. Мен бұл жаққа қайып үшін келген жоқпын. Одан кейін жұмыс барысымен дегеннен кейін біз ақшасын алдын ала уже ақшасын төлеп тастағаннан кейін ол нәрсені до конца алып барғым келді. Просто мен жылап жата берсем, жата беретінем. Қазір мен бір шетінен басқа да уже 5-ші мемлекетті өз көзіммен көріп жатырмын. Мен қазір оған бір өкінбеймін. Миыма негізі неше түрлі нәрсе келді. Сол басқа қыздардағы бар нәрсе менде де бар. Мен де әйелімін ғой, мен де қызбын. Бір андай не бала туып бір жерін үлкейіп кетіп или быт болып кеткен жоқпын, сен болып кеткен жоқпын. Бір басқа қыздарға бір қарайтындай күнделікті миында жеп жатқан жоқпын, например. Сонымен деген басым ауырып кетті. Уже не істерімді білмеймін. В общем, ательге барғаннан кейін барлығын айтып беремін, түсіндіріп беремін. Өздеріңіз көресіздер ғой енді. Қарасыздар, уже мен білмеймін, сағат болып жатыр ғой. Бүгін 4-ші гүл қосылды. Кеше съемкадан гүл келген болатын. Рахмет көп-көп. Мына бір көрініс жота таныс па, иә? Осы гүлдермен мысықтың несі? Мысық киса лиликош бөпе кезінде осылай жанында отырып түсірген еді ғой. Рахмет көп-көп, Алла разы болсын. Бұрын ұстаздардың, күшті қыздардың сторисынан көріп осындай қызыға отыратын едім. Неше түрлі гүлдерін көріп, сіздер де дұға етіңіздер, Алла тағала бәрін береді екен. Просто осындай жақсы көремін да мен, енді басқаларға келсе де қуанып отырам. Әрбір қыз осындай күшті букетке, әдемі үйі гүлге толып тұрғанға лайықты. Барлықтарыңызды жақсы көремін, Алла разы.